Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі 9 сынып физика курсының бойынша түсіндірілетін тақырыбым жылулық сәуле шығару. Пән мұғалімі Еңсегенова Гүлжамал. Сабағымыздың мақсаты жылулық сәуле шығару энергиясының температураға тәуелділігін сипаттау. Жылулық сәуле шығару бұл әртүрлі қызған денелер шығаратын электромагниттік толқындар таралған кезде жылу энергиясының тасымалдану процесі. Жылулық сәуле шығару көздеріне суреттегі құралдар жатады. Шын мәнінде температурасы 0 кельвиннен жоғары кез келген дене жылулық сәулелер шығара алады. Жылулық сәуле шығарудың қолдану аясына тоқталып кетейін. Қазіргі кезде түнгі көру құралдары, жылу визорлары кеңінен қолданылады. Бұл құралдардың жұмыс істеу принципі зерттеліп отырған объектіден шығатын жылулық сәулеленуді тіркеуге негізделген. Әскери салаларда жылу визорлар, бинокльдер, монокулярлар қарудың дәлдегіштерінде қолданылады. Тұрмыстағы тағы бір кең таралған қолданыс бұл теледидарды, видеомагнитофондарды белгілі бір қашықтықтан басқару пульттері. Жылу мен көру құралдары, объектілер мен оны қоршаған ортадан шығатын инфрақызыл сәулелерді, оларды шығарып тұрған денелердің температурасының әртүрлі екеніне сүйене отырып, тіркеу арқылы объектінің кескінін алады. Жылу визорлар өндірістерде де, энергетика саласында да қолданылады. Өндірістік жылу визорлар бұл жеңіл, алып жүруге ыңғайлы құрал. Энергетика саласында жылу визорлардың көмегімен жоғары вольтты желілердің диагностикасын жерден де, ауадан да жасауға болады. Жылу визорлармен трансформаторларды немесе электрлік қалқанды тексеру, олардың көптеген ақауларын жедел жөндеуге мүмкіндік береді. Кәдімгі медициналық термометрден жылу визордың артықшылығы оның көмегімен дененің қабынып тұрған жерін миллиметрге дейін дәлдікпен анықтап, ешқандай зонд енгізбей немесе ота жасамай ауруды дәл табуға болады. Бұл тәсілді термография деп атаймыз. Енді жаңа тақырып бойынша сіздер оқулықтағы 37-де 1-ші кестедегі әрбір тұжырым үшін дұрыс немесе дұрыс емес сөзін белгілеп жазасыздар. Үйге тапсырма ретінде сіздерге инфрақызыл сәулеленуді медицинада қолдану тақырыбында эссе жазып презентация қорғайсыздар.